Рамазанның кезінде мен ойлаймын кейде осы еркектен көрі әйел адам көбірек сауап алады ма? Неге десеңіз, мысал үшін Нұржан бүгін ауызашар берейін деп жатыр. Нұржанның үйіндегі біздің қарындасымыз сенен бұрын қимылдап кетеді. Ол базарға барады, дүкенге барады, келеді да жаңағы пирогтар жасайды, ананы не жасайды, анау жасайды, салат жасайды, мынау жасайды. Ал енді көз алдында тамақ тұрған кезде ол сен қиналасың ба? Қиналасың. А қиналған сайын оның, шыдаған сайын, сабырлық қылған сайын оның сауабы да көбейеді, қараңыз. Нұреке, суды қойып қойдың ауызашарға деген кезде барып сен тамақты көресің, қарады. Ал оған дейін біздің қарындасымыз тамақтың тұзын көреді, қазаннан шыққан буменен ол мұрнына ескиді, шегі шұрылдайды, қиналып, нағыз сол сабырлық қылып, қиналып, Алланың алдына күйеуінің асын дайындап бергенше көп қиындықты көретін оразада сол әйел адамдар. Мен ойлаймын, сол әйел адамдар осы еркектерден көбірек сауап алады ма деп. Иншалла алады да. Бұл әйел адамның оразасы бұл еркектікінен иншалла артығырақ болатын шығар. Енді Алла ғой беруші. Бірақ көбірек қиналады да әйел адам. Тамақтың тұзын көру бізге макрух жек көрілген негізі. Ал әйел адамға жұтпай тұзын көріп, не үшін ол жерде әйел адам күйеуі жеген кезде дұрыс тамақ ішсін деп жатыр да, қараңыз, шариғат.